Сәлем достар, бұл JavaScript курсының ең бірінші сабағы. Жалпы бұл курс жаңадан бастаушыларға арналған, яғни мүлдем программалау білмейтін адамдарға арналған. Жалпы сізде программалауда ешқандай да тәжірибеңіз болмаса, онда бұл сабақ дәл сізге арналған. Жалпы курста қысқаша барынша түсіндіріп айтып кетуге тырысам. Курс барысында артық ештеңе болмайды, тек қажетті ақпараттар ғана болады. Сондықтан да мен тез түсіндіруге тырысам. Егер де кейбір жерлер түсініксіз болып жатса, міндетті түрде тоқтатып қойып, я болмаса кейін қарай қуып қарап отырыңыздар қайталап. Программалау дегеніміз қиын ба? Жоқ, ол ешқандай да қиын емес. Дегенмен бастапқыда қиындау болады, өйткені көп нәрселер түсініксіз болады. Бірақ та сіздер ерінбей үйрене беріңіздер. Кейін алған білімдеріңіз бен тәжірибелеріңіз ол пазл сияқты құрастырылып, үлкен бір бейне пайда болғандай бәрі түсінікті бола қояды. Көбісінің мазалайтын сұрағы, гуманитариялар программалауды үйрене ала ма? Я, үйрене алады. Бірақ та кішкене ойлау қабілетін жаттықтыру үшін ұзақ уақыт кетеді, математикалық бағыттарға қарағанда. Сондықтан да еш қорықпай үйрене беріңіздер. Және де оқу барысында ең маңызды нәрсе ол білімдеріңіз бен тәжірибеңізді толықтырып отыру. Мысалға сіз бірдеңе үйренесіз, білім аласыз, сіздің білім деңгейіңіз артады. Одан кейін сіз тағы да оқисыз, тағы да біліміңіз артады. Егер де дер кезінде оны тәжірибемен бекітіп отпасаңыз, онда ол ұмытыла бастайды. Сіздің оқып уақыт құртқан біліміңіз ол жойыла бастайды, ұмытыла бастайды. Сондықтан да қалай сіз біліміңізді артып отырасыз, тәжірибеңізді де дәл солай артып отырыңыз. Одан кейін оны бірден практика жүзінде синтаксисін қолданасыз. Осыдан соң оны ұмыта қоймайсыз. Программалау үшін жоғары математика керек па? Жоқ, жоғарғы математика қажет емес, бірақ та математиканың негіздері қажет болады, қосу, алу, бөлу деген сияқты. Ал жоғары математиканың керек болатын жерлері ол жасайтын жұмысыңызға байланысты болады. Тағы да көп қойылатын сұрақ ол ағылшын тілі міндетті түрде керек па? Жоқ, оны міндетті түрде біліп қажеті жоқ. Бірақ та негіздерін білген жөн. Неге? Өйткені кейде техникалық құжаттарды оқу қажет болады. Сондықтан да параллельно оқып бастасаңыз да болады ағылшын тілін. Бірақ та бастапқыда қажет емес. Енді JavaScript-ті бастайық. Жалпы JavaScript деп отқанымыз не ол? JavaScript-ті Java тілімен шатастыруға болмайды. Олар екі түрлі тілдер. Кезінде JavaScript-тің атағын шығару үшін оның атын Java-ға ұқсатып қойған. Бірақ та ол екеуі екі түрлі тілдер. JavaScript тілі бұрын тек қана браузерде ғана орындалатын еді. Ал қазір оның мүмкіншіліктері уақыт өткен сайын арта түседі. Оны қазір тек қана браузерде емес, мобильдік приложениелерде және де оны микроконтроллерде де қолданады. Arduino мен Raspberry сияқты. Оған қоса қоймай оны бэкэнд серверде де қолдануға. Жалпы бэкэнд деп айтып кетпекші, фронтенд пен бэкэндтің қандай айырмашылығы бар? Фронтенд деп отқанымыз ол сіздің компьютеріңізде орындалатын нәрселерді айтады, ал бэкэнд деп отқанымыз ол серверде орындалатын нәрселерді айтады. Мысал ретінде түсіндіріп кетейін. Мысалға мен браузерді қазір аштым. Одан кейін мен адрестік өзекшесіне терсем egov.kz деп. Бұл жерде мен бэкэнд серверге запрос жасадым. Осындай парақшаны бер деген. Сол бэкэнд сервер біздің запросымызды қабылдап алды да бізге жауап берді фронтенд файлдар күйінде. Жалпы фронтенд файлдары қандай файлдар болуы мүмкін? Ол мына тұрған HTML файлы, ол фронтендтің бір бөлігі болып саналады. Одан кейін бұның стильдерін көрсету үшін тағы CSS файлы. Оған қоса мына суреттер. Содан соң міне бүгінгі сабақта өтетін JavaScript файлын да жіберіп тұр. Осының барлығы фронтенд болып саналады. Ал біздің запрос жіберіп серверде орындалатын нәрселердің барлығы бэкэнд болып саналады. Жалпы JavaScript орындау үшін оған орта қажет болады. Қазіргі біз қарап отқан ортамыз ол браузер. JavaScript браузерде орындала алады. Ал манағыдай айтып кеткендей, бэкэнд серверінде орындалу үшін оған Node.js ортасы қажет болады. Node.js деп отқанымыз арнайы бэкэнд сервер жасау үшін арналған орта болып саналады JavaScript-ке. JavaScript-тің өзі интерпретаторлық тіл болып саналады. Ол деп отқанымыз не ол? Біз кодты ашық күйінде жазамыз, мәтін күйінде. Одан соң интерпретатор деген нәрсе болады. Манағы айтып отқан ортамыз соларды орындайды. Интерпретатор есебінде орындайды. Біздің жазылған кодымыз оқылады. Одан соң оларды машиналық кодқа айналдырады. Жалпы интерпретаторлық тілдің басқа тағы да компиляциялық тіл дегендер де бар. Бұл курста біз оны қарастырмаймыз, өйткені оның JavaScript-қа ешқандай қатысы жоқ. JavaScript тілінде өзіндік стандарты болады, ол ECMAScript деп айтылады. Бұрын ECMAScript стандартын ES1, ES2, ES3 деп бастап белгілейтін болды. Кеңінен таралғаны соңғы рет ES5 болды, 2009 жылы шыққан. Одан кейін ES6 шықты, оны ECMAScript 2015 деп атап кетті. Содан бастап ECMAScript жылымен атауға болады. Бірақ та кейбір жерлерде байқадым, ES7, ES8 деп әлде де қолданып келеді. Жалпы түсініп алыңыздар, JavaScript ол тіл, ал ECMAScript ол стандарт. Стандарт деп отқанымыз не ол? Ол тілдің қалай жазылу керектігін,
тілде қандай функциялар болу қажеттігін, қандай нәрселер орындалу керектігін көрсететін стандарт болып саналады. Стандарт не үшін қажет? Стандарттың қажеттілігі бірнеше браузерлерде, я болмаса басқа да жерлерде де бірдей орындалу үшін сүйенетін стандарт болып саналады. Жалпы JavaScript-тің өзімен жұмыс жасайтын басқа түрлері бар. Ол TypeScript, CoffeeScript сияқты тағы да сол сияқтылар. Оның бәрі JavaScript тілі деп санай берсеңіздер де болады. Неге? Өйткені олардың барлығы да транслятор арқылы JavaScript кодқа айналдырады. Мысалға, әуелде олардың өзіндік бір синтаксисі болады, кейін сіздер жасап болған соң олардың барлығын қайттан JavaScript кодына айналдырасыздар. Жалпы жұмысты бастамасы үшін сізге редактор қажет болады. Бұл курста менің қолданатын редакторым Visual Studio Code болады. Сіздерге басқа редакторлар ұнаса, басқа редакторлар қолдануыңызға болады. Жалпы Visual Studio Code'ны қалай қондыруға болады? Ол үшін біз ашайық браузерден. Поискке іздеуге терейік. Visual Studio Code деп терейік. Бірінші шыққан адресті басайық. Оң жақ үстіде міне download батырмасы тұр, соны басып жүктеп аламыз. Сіздерде егер Windows болса Windows-ты жүктейсіздер, Linux қолданатын болсаңыздар Linux-тікін жүктейсіздер, ал Mac болса Mac-тікін жүктеп аласыздар. Жалпы қондырудың өзін әрі көрсетпеймін, ол өте қарапайым. Егер де сіздер бұрын ойындарды қондырып көрген болсаңыздар, бұны да дәл солай қондырасыздар. Ал кейде түсінбей жатсаңыздар, онда тек дали бассаңыздар да болады, ашып сол жүктеп алған файлыңызды. Қондырып болған соң, оны ашыңыздар. Mac-та мен Spotlight арқылы ашам, Visual Studio Code деп. Ал Windows-та ол рабочий столда тұру керек. Сол рабочий столдағы файлды екі рет басып ашыңыздар редакторды. Қазір мен редакторды барлық экранға қойып қояйын, көтеріп. Аштым, ол тегі болады. Енді осы жерде Ctrl-S арқылы сақтаңыздар. Mac болса CMD-S дегенді басасыз. Содан кейін редактор сізден қай жерге сақтау керектігін сұрайды. Сіздер рабочий стол деп таңдаңыздар, ал файлдың атын index.html деп қойыңыздар. Сақтадым. Редакторымыз бірден бұны HTML файл екенін түсінді. Енді осы сақтаған файлымызды браузерде ашайық. Міне менде рабочий столда пайда болды. Екі рет басып мен ашамын браузермен. Менде Opera браузері ашылды. Міне жоғары жақта көріп тұрсыздар, JavaScript сабағы деген тайтылымыз пайда болды. Енді ең алғашқы JavaScript кодымызды жазайық. Ол үшін біз body'ге тағы бір тег саламыз, script деген. Script жазамыз. Script тегінің ішіне біз type деген атрибут жазып кете аламыз. Text JavaScript деп. CSS файлын қосқан сияқты бізде бұл файлдың түрін көрсетеміз. Біздің жағдайда бұл JavaScript тілінің орнын көрсетіп тұр. JavaScript-тің соншалықты браузерге еніп кеткені, бұны көрсетудің қажеті жоқ. Script деп жазсақ болды. Браузерлеріміз бірден түсінеді JavaScript екенін. Ал бастап ішіне жазайық. Alert деген функциямызды жазамыз. Жалпы alert деп отқанымыз орысша тревога деген мағына білдіреді. Көріп тұрғаныңыздай alerттен кейін мен жақша салдым. Жақшамен осылай функцияны шақырады. Одан кейін нүкте өтір таңбасын саламын. Ал алерттің ішіне мен мәтін жазам. Мәтіндердің барлығы жалпы JavaScript-те ол тырнақшалармен салынады. Мен қазір қос тырнақшалармен салсам да ол мәтін болып саналады. Я болмаса мен бірдей тырнақшалармен салсам да ол да мәтін болып саналады. Ішіне сәлем әлем деп жазып қоям. Сәлем әлем. Леп белгісі сақтадым. Енді браузерде тексеріп қарайық не пайда болатынын. Парақшаны жаңартам. Сол кезде міне ортамызда бізде алерт пайда болды, сәлем әлем деп жазуымыз. Міне, осылайша біз JavaScript-тің ең алғашқы жұмысын жасадық. Сіздер программалауды бастадыңыз деп санай беріңіздер. Келесі сабағымызда JavaScript тілінің негіздерін бастаймыз. Ендеше келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.